Сәлем достар, бүгін сіздермен чак-чакты қалай қатыру жолын арнайы мастер-класста үйренген рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Чак-чакты жасау үшін бізге ең алдымен 7 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз бен 1 шай қасық сода керек. Жақсылап араластырып 600 грамм ұнмен қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып 15-20 минутқа июі қанғанша қойып қоямыз. Ал енді июі қанған тестамызды ұнның көмегімен жайып шығамыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа болып кетпеу керек, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Жайылған тестамызды осылай дәл видеодағыдай етіп кесіп алып, 2 қабатын үсті-үстіне қойып, кеспе сияқты кесіп шығамыз. Жұқалау етіп турай берсеңіздер болады, өйткені майға піскеннен кейін чак-чак ісінеді.
Сұйық майымызды алдын ала қыздырып алып, осылай пісіріп аламыз аз-аздан салып. Ал енді чак-чагымызды қатыру үшін сироп дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 300 грамм мед және 150 грамм қант керек. Қантымыз толық ерігенше араластырамыз. Сиробымыз дайын болғаннан кейін ыстықтай осылай чак-чактың үстіне құйып шығамыз. Жақсылап тез-тез араластырып шығамыз. Дайын болған чак-чагымызды осылай әртүрлі формадағы ыдыстарға салып, үстін қатты-қатты басып, холодильникке қоямыз. Чак-чагымыз турау барысында сынып кетпес үшін осылай үстінен жақсылап басып шығамыз. Осылай қатты басып шыққаннан кейін арнайы салафан пакетиктерге орап, холодильникке бір түнге қалдырамыз. Егер де менің видео рецептерім сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Көріп тұрғандарыңыздай чак-чак өте керемет болып шықты.